сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз қарақат. Қарақаттың ем болатын аурулары және қолданылуы. Біріншісі, буындардың жедел қабынуына қарақат тамыры қабығы 15 грамм, сарыағаш 10 грамм, сайсағыз 15 грамм, ағаш шырмауығы 10 грамм, шикі жаңпейісідан 3 грамм суға қайнатып ішеді. Екіншісі, дизентерияға қарақат 15 грамм, қарандыз 10 грамм, жер бояу 10 грамм, қызылмия 3 грамм суға қайнатып ішеді. Үшіншісі, бойы бұзылғанда қарақат тамыры қабығы 15 грамм, қызыл шығынық 15 грамм, гүлбуын 15 грамм суға қайнатып күніне 2 рет ішеді. Төртіншісі, халық ішінде қарақатты ыстық басуда қолданады. Қолдану мөлшері 10-15 грамм. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған. Сіздің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.